Қазақстанның таңдауы көп векторлы интеграция. Интеграцияның бет алысы және қайшылығы мен болашағы туралы Single Market бағдарламасында. Теңіз жағасында тұрып, желдің тыншуын күтпей, ауа райын өзің тізгінде. Бүгінгі шығарылымның өзекті тақырыбы осы. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Павел Коктышев. Назарларыңызда Single Market. Бүгінгі бағдарламада ойын ережелері, дағдарыс кезінде компанияны қалай басқару керек? Нарық мектебі, жүгерінің құнды тауарға айналатын кезі. Қысқы демалысты экспорттау. Армениядан репортаж. Менеджмент және басқару. Бизнестің екі қолы осылар. Әрқайсысы белгілі бір қызметті атқарады. Дегенмен бір-бірінсіз тіршілік ете алмайды. Менеджмент дегеніміз бизнесті қалай жүргізудің тәсілі болса, басқару бизнестің міндетті түрде жүзеге асырылуын қадағалау үшін қажет. Бұл сөздердің авторы корпоративтік басқару тұжырымдамасының негізін қалаушылардың бірі Боб Трикер. Экономикадағы тұрақсыздық жағдайындағы корпоративтік басқару деген не? Бүгінгі таңдағы осындай өте маңызды сұрақтың жауабын тілшіміз Нина Куманбетова іздеп көрді. 2008 жылғы қаржы дағдарысы бүкіл бизнес қауымдастықтар үшін лакмус қағазы секілді болды. Қиын қыстау жағдайда тіпті кейбір әлемдік сарапшылардың өздері бизнес ортада қалыптасқан экономиканың сынақтарына қарсы тұруға қабілетсіз болып шықты. Кейін жасалған талдау көп қателіктерді айқын көрсетіп берді, және қателіктердің корпоративтік басқару жүйесіне байланысты екені белгілі болды. Әлемде табысты корпоративтік басқарудың бірыңғай үлгісі жоқ. Десек те, қазіргі теориялардың компания басқармасы, акционерлер және директорлар кеңесінің арасындағы мүдделерді теңгеруге бағытталған негіздері ортақ. Теория жүзінде барлық тәуекелдерді есепке ала отырып, осы тепе-теңдікті сақтау қажет. Бұл менеджмент пен компания құрылтайшыларының арасындағы шығындар мен қарама-қайшылықтар жүйесі. Оның ішінде директорлар кеңесі мен қадағалау кеңесі үнемі белсенді рөл ойнайды. Бүгінде экономикадағы тұрақсыздық директорлар кеңесінен компанияның қызмет ету механизмдерінің ақауларын іздеп табуды және оған шұғыл жауап қатуды талап етеді. Осындай жағдайларда адам күшімен басқару режимі өзін-өзі ақтайды. Сарапшылардың пікірінше компанияға өз стратегиясын жаңартуға және жалпы бизнесті жаңаша түсінуге мүмкіндік беретін жағдай қалыптасады. Қай жерде көбірек әрекет ететінімізді, қай жерден шығыстарды үнемдейтінімізді түсінуге болады. Себебі дәл осы уақытта өзіңнің бұған дейін айналысып келген шаруаларыңмен айналысуға тұра ма жоқ па, осыны шындап түсінесің. Тұрақты экономикалық кезең мен дағдарыс толқулары кезеңіндегі корпоративтік басқару коммуникациялардың күшеюі арқылы ерекшеленеді. Оның күшеюі барлық бағыттарда жүреді. Мысалы, директорлар кеңесінің мүшелері экономикалық дағдарыс кезінде әдеттегіден анағұрлым жиі бас қосады. Компанияның қалыпты жұмыс істеп тұрған кезінде директорлар кеңесіне жылына 6 реттен артық кездесуге кеңес берілсе, дағдарыс жағдайларында директорлар кеңесінің тіпті апта сайын кездесу өткізіп отыруына мүмкіндік беріледі. Директорлар кеңесінің белсенділігі артқан сайын есеп беру жүйесіне қойылатын талаптар да жоғарылайды. Бұл қандай да бір шешімдер қабылдау барысындағы ашықтықты білдіреді. Қазақстанда отандық бизнестің әлемдік экономикалық қауымдастыққа интеграциялану үдерісімен бірге осы сұрақтың өзектілігі де күшейе түсті. Өйткені инвесторлар үшін компанияға әлемдік қаржы нарықтарының қолжетімділігі тұрғысынан ашықтық принципі қажет. Дағдарыс ерте ме кеш пе әйтеуір бітеді. Бірақ ол аяқталғаннан кейін елімізге инвесторлар келіп, араларыңызда кім дайын, кімнің жүйесі жолға қойылған және шешімдері негізді және ашық түрде қабылданады деп сұрақ қояды. Компанияға ашықтыққа қол жеткізу үшін коммуникациялық арналарды реттеу компанияның бас атқарушы директорының CEO-ның міндетіне жатады. Өйткені білікті басқарушы өз командасының пікіріне мұқият құлақ асады. Өз бизнесінде біраз уақыттан бері жұмыс істеп келе жатқандардың да өз түсініктері мен білімдері бар. Сол себепті команда білікті де тәжірибелі мамандардан тұратын болса, онда мұндай команданың өзі ақ қиын жағдайдан қалай дұрыс шығуға болатынын айтып көмектесуі мүмкін. Көшбасшы елдердің тәжірибесі директорлар кеңесінің осындай тәсілді енгізуі дамудың өте күшті құралы болып табылатынын көрсетті. Бұл әсіресе дағдарыс жағдайларына қатысты. Айта кетсек, наурыз айының соңында Дүниежүзілік банктың құрылымына кіретін ИФС халықаралық қаржы институты Астанада ұлттық форум өткізбекші. Форум корпоративтік басқару Қазақстанның инвестициялық тартымдылығына жаңа көзқарас тақырыбымен өтеді.
Кездесуге Қазақстанның мемлекеттік органдары мен квази-мемлекеттік сектордың өкілдері, сонымен бірге отандық және шетелдік компаниялардың жетекші топ менеджерлері шақырылады. Яғни жоспарланған әңгімелер барлық тараптар үшін пайдалы болары сөзсіз. Нина Кумамбетова, Анатолий Валуйский, арнайы Single Market үшін. Интеграция Еуразиялық одақ елдер үшін экономиканы әртүрлі салалар бойынша бір-бірінің мүмкіншіліктерін танып білуге бейімдейтін жетекші әрі ынталандырғыш күш секілді. Мысалы, мен үшін 3 миллион халқы бар. Арменияның жыл сайын 1 миллион 200 мыңнан астам шетелдік туристі қабылдайтыны үлкен жаңалық болды. Тақырыпты Армениядағы тілшіміз Елена Казарян жалғастырады. Арменияға келетін шетелдік қонақтар саны ел тұрғындарының 3/1-не тең екені аса таңғаларлық дүние емес. Тіпті көпті көрген талғампаз туристің өзіне Армения керемет әсер қалдыра алады. Өйткені дәл осы елден ежелгі кезең іздерін, әлемнің ұлы құпияларының белгілерін көруге болады. Армения тарихи құнды дүниелер елі десек артық айтқанымыз емес. Бізде ғаламшардағы ең көне обсерватория орналасқан. Олардың кейбіріне бағалы жәдігерлер қойылған. Мысалы, 3 ғасырда тұрғызылған Эчмиадзин кафедралдық шіркеуінен Исаның денесіне кірген найза. Армения табиғаты да таңғажайып жерлерге бай. Ел аумағының 90% теңіз деңгейінен 1000 метрден астам биіктікте орналасқан. Жердің ландшафтары көркем, осындай жердің бірі Цахкадзор. Цахкадзордың көп ғасырлық тарихы бар. Бұрынғы заманда ол Цахкуняц-Дзор деп аталған, және армян патшалары Аршакунилердің резиденциясы болған. Монархтар осы жерде демалғанды, аң аулағанды және сан түрлі гүлдің хош иісінен ләззат алғанды ұнатқан деседі. Жазды күні қала гүл шоғына оралып, жұпар иісіне бөленеді. Армян тілінен аударғанда Цахкадзор гүлді шатқал деген мағынаны білдіреді. Бұл шағын қаланың тамаша табиғаты құндылықтарға бай курорт деген атағы бар. Цахкадзордың әлемнің ең үздік спорт командаларының арасында танымал болу кездейсоқ емес. Цахкадзор биіктігі орташа тау, әдетте орта биіктіктегі тауларда төзімділік артады. Дене қызметін қатты күшейтеді. Жазық жерде оған қол жеткізе алмайсың. Бұл тәжірибеден өткен нәрсе. Таудағы шынығу өзіміздің үміт артқан өте жақсы нәтижелерді береді. Бұл база толығымен біздің ресейлік жастар құрамасының көңілінен шығады. Мұндағы жағдайлар, жаттығу үдерісі, тамағы, лайықты орналасуымыз да жақсы хауызда бар. Дәл осы жерде 60-шы жылдардың аяғында КСРО құрамасының спорттық базаларының бірі тұрғызылған. Аспалы жолдың пайда болғанын мына ескерткіш көрсетіп тұр. 2000-ші жылдардың басында ол толығымен қайта жөндеуден өтті. Бүгінде Цахкадзор өзінің заманауи станцияларымен, көтергіш арқандарымен, ұзындығы 32 шақырымдық тау шаңғысы жолдарымен және қолайлы көлік логистикасымен қонақтарды өзіне баурайды. Бұл жерге жетудің жолы жеңіл. Цахкадзор тау-шаңғылы курорты Ереваннан 60 шақырым жерде, Тегенис тауының бөктерінде орналасқан. Жыл сайын қалаға 250 мыңға жуық қонақ келеді. Жергілікті тұрғындар үшін туристік бизнес табыс табудың негізгі көзі. 40-тан астам қонақ үйлер, ондаған ойын-сауық орталықтары, кафелер мен мейрамханалар 1200-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Соңғы жылдарда шетелдік туристердің арасында бірінші орынды ресейліктер иеленді. Цахкадзорда қысқы демалысын өткізу үшін олар бүкіл отбасымен бірге келгенді ұнатады.
Цахкадзорду бізге ұсынған туыстарымыз. Өздері өткен жылы осы жерде демалған. Өте жақсы жер, сендерге ұнайды деген. Шынында да бізге бәрі ұнап жатыр. Өзге тау шаңғылы курорттармен салыстырғанда Цахкадзордың артықшылықтары бар. Бұл жерде дайындықтың әртүрлі деңгейіне арналған әртүрлі шаңғы жолдары әзірленген. Таңертеңнен кешке дейін шаңғы тебуден шаршамаймыз. Алған әсеріміз керемет, көңіл күйіміз көтеріңкі. Арменияның Еуразиялық экономикалық одаққа кіруінің арқасында тау шаңғылы курорттың қаражат салуға тиімді нысанға айналуға барлық мүмкіндіктері бар. Цахкадзорға ресейлік бизнесмендер инвестиция құйды. Олар бұл жерде 200 орындық үлкен қонақ үй тұрғызып жатыр. Қазақстанда Цахкадзорға қызығушылық танытуда. Қазақстан елшілігімен және қазақстандық туроператормен бірге біз бірнеше конференция өткізіп, Цахкадзордың бизнес жүргізу тұрғысынан қаншалықты тартымды екенін көрсеттік. Маусымның шарықтау кезінде Цахкадзор бір мезгілде 6000-ға жоқ туристі қабылдайды. Болашақта бұл жерде демалушылардың санын 2 есеге арттыру жоспарлануда. Қазірдің өзінде қонақтардың саны жылына 10%-ға көбейіп отыр. Ձեզ որ քաղաքում բացվել է ինֆորմացիոն կենտրոն արդեն երկրորդ տարին է. Մենք ակտիվ Қалада ақпарат орталығы ашылды. 2 жылдан бері жұмыс істеп тұр. Біз туристердің қандай ұсыныстары мен талаптары бар екенін білуге тырысып жатырмыз. Мэрия, қала басшысы, туризмді дамыту қоры қазіргі кемшіліктердің орнын толтыруға бар күшін жұмылдыруда. Զարգացման հիմնադրամը туризмի Басқаша айтқанда, мұндағылар қонақтар мен инвесторлардың өздерін жайлы сезіну үшін бәрін жасауға дайын. Цахкадзордың жоспарында мұз айдыны мен орта ғасырлық бекініске алып баратын үлкен жарықтандырылған саяжол салу жобалары бар. Елена Казарян, Тигран Галыстян, Гурген Варданян, Армениядан, арнайы Single Market үшін. Істі бастау бұл істің жартысы. Осы сөзге қатысты кезінде сыртқы капиталды тарту арқылы бастамасын алған кәсіпорындардың тәжірибесі жайлы айтуға болады. Шетелдік инвестицияларды шынайы өндіріске айналдыру бұл істі дамытудың дұрыс жолы. Біздің тілшіміз осындай өндірісте болып қайтты. На одном из таких производств. 2015 жылы қайта инвестициялаудың есебінен Алматы облысында 4 жаңа өндіріс іске қосылды. Соның ішінде терезе алды тақтайлары мен ПВХ профильдеріне арналған штапиктер шығаратын кәсіпорында бар. Бұл өндіріс 90-шы жылдары түрік инвестицияларымен құрылған Галакис Групп кәсіпорынның базасында ашылды. Басында 90-шы жылдардағы барлық компаниялар секілді біз де Түркиядан тауар тасыдық. Бірте-бірте стратегиямызды өзгертіп, Қазақстанда өндіріс орындарын аштық. Осы уақыт ішінде Түркия бизнесмендері кәсіпорынға 9 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсады. 2014 жылға дейінгі салынған қаржының есебінен шыны пакеттеріне арналған герметик өндірісі мен суға арналған құбырлар өндірісі игерілді. Сонымен бірге 17 заманауи өндірістік желілері жеткізілді. Олардың көмегімен зауытта пластик және алюминий терезелерге арналған профильдер жасалады. Biz bu fabrikada plastik profil Өндірілетін профильдің уақыты профильдің түріне байланысты. Шығарылатын профильдің стандартты өлшемі 6 метр. Ондай профиль 2-3 минуттың ішінде дайын болады. Бір дайын қаптамада 36 метр профиль бар. Ол 12 минуттың ішінде шығарылады. 3 dakikada ürettiğimizde oluyor. Жақында цехқа және 2 өндірістік желі орнатылып, терезе алды тақтайларының өндірісі қолға алынды. Жыл сайынғы шығарылатын өнімдердің құны 15 миллиард теңгеге жуық, көлемі 30 мың тоннаны құрайды. Негізгі жеткізілімдер ішкі нарықтарда жүзеге асырылады. Осы тұста кәсіпорынға бүгінде Еуразиялық экономикалық одақ бойынша серіктестермен өткір бәсекеге төзуге тура келеді. Бұның жақсы жақтары да, жаман жақтары да бар. Жақсыларын айтатын болсақ, өнімдеріміздің сапасы мен сервис сапасын арттыруға ұмтылудамыз. Ал нашар жағында бағаларымызды арзандатуға мәжбүр болдық. Яғни компаниямыздың табысы кемейді. Өнімдердің бір бөлігі сыртқы нарықтарға Қырғызстанға, Тәжікстанға экспортталады. Ауғанстанда алдағы жоспарда бар. Бәсекелестік күрестің күрделігіне қарамастан кәсіпорын өзінің экспорт көлемін ұлғайта алады. Өнімдер көлемін ұлғайту динамикасы жоспарларды түзетуді талап етеді, және бұны келешек дамуды ескере отырып жасау қажет.
Таяу уақытта бұл кәсіпорын профильдер шығаратын және үш жүйелі сатып алу арқылы өндірістік қуатын ұлғайтуды көздейді. Мұндай өзгеріс зауытқа өнімдер жасау мерзімін үдетуге, сондай-ақ премиум пластиктің жаңа топтамасын шығаруға мүмкіндік береді. Жаңа кәсіпорын Алматы қаласының жанында Боралдай кентінде ашылады. Ол да түрік инвестициялар арқылы тұрғызылатын болады. Олег Болдырев, Ниджат Юсупов, Алматы арнайы сингл маркет үшін. Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Павел Коктышев. Бағдарламамыздың барлық сандарын www.kazakh-tv.kz сайтынан көре аласыздар. Шекарасы сингл маркет ортақ аймағында жүздескенше.